Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге борщ жасайтын боламыз. Бұл тағамның ғаламтор желісінде неше түрлі жасалу әдістері бар, бірақ та менің жасалу әдісім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең бірінші салқын суымызға етімізді салып, қайнатып аламыз. Етіміз қайнағаннан кейін міндетті түрде көбігін алып шығамыз. Достар, бұл рецептпен сорпаларыңыз өте қып-қызыл дәмді болып шығады, жасап көруге кеңес беремін. Ары қарай достар, қайнап тұрған сорпамызға жарты пиязымызды және де дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Теркадан өткізген қызылшамыздың жартысын ғана сорпаның бас жағында салатын боламыз. Осылай бір рет араластырып аламыз. Одан кейін сорпамыз сары түске енеді. Осы кезде орташа туралған картошкамызды салып, тағы да баяу отта қайнатып аламыз. Достар, қорықпаңыздар, сорпамыз міндетті түрде қып-қызыл болады. Одан кейін және де теркадан өткізген сәбізімізді салып қайнатамыз. Етіміз пісейін деп қалған кезде осылай майда туралған қырыққабатымызды, яғни капустамызды салып, тағы да қайнатып аламыз. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай мен зажарка жасаған жоқпын, осылай жасаймын. Енді етіміз пісті және де қырыққабатымыз пісті деген кезде жаңағы қызылшамыздың жартысын саламыз. Достар, осы кезде сорпамыз өте қып-қызыл болады. Енді қызылшамызды пісіріп аламыз. Және де одан кейін пісуге жақындап қалған кезде бір тіс чеснокты салып жібереміз. Дәмі өте керемет болады. Және де сорпамыз пісті деген кезде 5-10 минут бұрын осындай лавровый листімізді салып жібереміз. Достар, сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған ұл болсын, астарыңыз дәмді болсын.